Сәлем достар, бүгін сіздермен Pinduoduo сайтында зат сатып алудың алдында киімнің размерлерін таңдап үйренеміз. Видео толықтай Инстаграмға сыймайды, жалғасы YouTube каналымда менің. Ссылка шапка профильде тұр жоғарыда. Например, мынау детский двойкаға кірсек, осы двойканы мынау цветіне басып, қызылды басамыз сатып алатын. Қызылды басып, мынау цветіне кіріп, астында размерлер шығады осылай. Мына 90 сантиметр деген 2 жастағы балаларға, 100 деген 3 жастағы балаларға, 3-4 жастағы балаларға 110 сантиметр, 4-5 жастағыларға 120 сантиметр келеді. Келесі мынау жердегі, например, мынау женский іш киім, астыңғы жақтағы трусики. Бұны таңдасақ, мына қызылды басып, мынау 3 штугын таңдаймыз, допустим, набор. И мынау Қазақстанда, например, М, Л, XL өзінікі ғой, бұларда ондай емес. Менің размері, например, М болса, мен бір размер үлкен таңдаймын, Лді таңдаймын. Салмағым 55, 90, 110 дегенді таңдаймын. Мен М деп, Қазақстанда М алып жүрмін ғой деп М таңдаса, маған ол кішкентай болып қалады. М бұларда S. Сол үшін бір размер үлкен таңдайсыздар. Например, мынау жерде тоже іш киім қыздардың, например, жоғары жақта. Міне кірсек, например, 2 наборды таңдайық, допустим. То же самое мына жерде М деген бұларда S кішкентай, L дегеніміз М. Мынау пижама, например, үйге киетін. Осыған кіріп көрейік. Қызылды басайық сатып алатын. Бұл пижама тоже мынау сары цветін таңдаймыз. Менің салмағым 55, мен 55 болса L-ді таңдамаймын, XL таңдаймын. Пижама сәл кеңдеу болып тұру керек. XL алыңыздар, бұдан L алсаңыздар, например, ол сіздерге сәл жабысып тұратын болады. Бір размер, 2 размер үлкен алыңыздар пижаманың обязательно. Мынау двойканы, то же самое, 110, 120, ол кәдімгі Қазақстанда размермен бірдей. Мынау детский іш киімдер, допустим, мынау 6 штуктан тұратын набор таңдайық. Детский іш киім. Бұл жерде, например, менің балам 14 килограмм, мен 110-ды аламын постоянно. М 110 деген, сол шапшақ келеді. Если сіздерде 15-ден 20 килограммға дейін болса, балаңыз 33-43 таңдаңыз. 20-дан 25-ке дейін болса килограммы, 130 дегенді таңдаңыз, 44-55 деген XL-ді таңдайсыз. Аяқ киім таңдағанда то же самое. Бірінші заказ бермей тұрып продавецтен сұрап алыңыздар, большой мерка ма или малый мерка ма деп.